Дюспаталин саудалық атауы, халықаралық патенттелмеген атауы мибивирин, дәрілік түрі 200 мг ретард капсулалар. Фармакодинамикасы, яғни фармакологиялық қасиеті. Дюспаталин құрамындағы мибивирин асқазан ішек жолының тегіс бұлшық етіне тікелей әсер ететін миотропты спазмолитик болып табылады. Ол ішектің қалыпты моторикасына әсерін тигізбестен түйілуді басады. Дюспаталинді не үшін қолданамыз? Егер сізді метеоризм, іштің кебуі мазалайтын болса, ішектердің ауырсынуы, ішектің түйілуі, дәреттің бұзылуы, яғни ішіңіз өткен кезде немесе іш қату кезінде тоқ ішектің тітіркенуі, яғни бұл симптомдардың барлығы осы ауруда кездесуі мүмкін. Метеоризм, іш кебу сау адамдарда да кездесуі мүмкін, және ол аурудың белгісі болуы да ықтимал. Көп адамдар бұл проблемаға жете мән бермейді, алайда газдың көптеп түзілуі назар аударуды қажет етеді. Газ түзілу асқазан ішек жолдарының мынандай аурулардың симптомы болуы мүмкін: гастрит, энтерит, колит, холецистит, гепатит, крон ауруы, ішек құрт аурулары, ішектің қатерлі ісігі, созылмалы панкреатит және ішек инфекциялары. Тітіркенген ішек синдромы, полиэтиологиялық ауру, тоқ ішектің моторикасының, сіңірілуінің, шығарылуының әртүрлі формадағы функционалды бұзылыстармен көрінеді. Симптомдары: ауырсыну және дискомфорт, іштің әртүрлі бөліктерінде кездесетін ауырсыну, кейде нәжістен соң ауырсыну азаяды. Кейбір науқастарда диарея байқалса, басқаларында қатты іш қату байқалады. Кейде екеуі кезектесіп келеді. Кей науқастарда нәжіс шырышпен араласып, газ көп мөлшерде бөлінеді. Дюспаталинді тамақ алдында 20 минут бұрын күніне 1 капсуладан 2 рет, яғни таңертең және кешке сумен қабылдайсыз. Құрметті менің оқырмандарым, менің YouTube каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды қалдырыңыздар.